жалпы просто екі пышақталып алып кухонный пышақ болса да бәрібір. Ақтөбе қаласының полиция басқармасының басшылары бұған не дейсіздер? 2-3 күн бұрын сіздердің полицейлеріңіз бір жүргізушіні тоқтатып, кейін ол жүргізушіні сыбайластыққа шақырып, бізге 2 адам берейік 2 пышақпен суретке түсесіңдер, кейін сіздерді жібереміз деп айтқан екен. Кейін ол жүргізушілер қорқып кеттік дейді. Кейін пышақ жоқ, пышақ алып келетіндей болып, үйге кетіп, әйтеуір әрең кетіп қалдық дейді. Жүргізушіге қазір келіп отырық, мән-жайды өзі толық түсіндіреді. Қалай болған, не болған? Қалай жағдай, қалай болды, өзің толық мән-жайды айтсаң, қай жақта болды, нешелерде болды? 19-дар күні ғой. Ақтөбе қаласында болды, иә? Ақтөбе 19 күні. Аха. Сағат 11-ден кетті. Жылы городок жақтарға қарай жүретік сол маңайда. Жылы городокта? Магазинге соғу көріп болды. Кіріп парковкасына кіріп тоқтайма тұрдық. Кіріп бараша алдымызға видеодағыдай өсет бір видео сол жерде опорный пункт бар, иә? Опорный пункт, яғни ішінде полицейлер отыратын жер. Ол кісілер содан шығып тұр ғой, иә, демек? Кетті, тоқтады. Бүйтіп отырды да, мен ойлаған жоқ, машина тоқтатып отырды деп ойлаған да жоқ. Аха. Мен өз парковка көрсетіп жіберіп жатқан шығар деп ойладым. Аха. Келіп тоқтадым, қасында оған түсті да магазинге кіріп кетті. Аха. Мен машинаның ішінде отырып, қағат түсесіз ба дейді, есік аштым, түстім. Үйінде айтып жіберші дейді, не үшін десем, айтып жібере қойшы дейді. Сразу сен не үшін тоқтатқандым да айтқан жоқ қой. Иін түскен бойдан иін сұрап тұр ма? Түскен бойында иін сұрадым айтқан жоқ. Аха. Иін сұрады, сосын иінді бердің, сосын иінді алды. Иінді берді, машинанда газ бар ғой дейді маған. Тұрдым да, газ бар, бірақ қолданбаймын ғой дедім. Штрафстоянкаға жүреді, қол жоқ дедім. Немесе қолдарым жүрген жоқпын, бармаймын ғой. Не істейміз дейді, штрафстоянка? Бармаймын ғой деді. Тұрып қалды да, вариант бар ғой деді. Не вариант десем, былай қарай жүрінші деді. Жүр деді? Жүрдік та, ана жерден магазин бұрышында бір самсама, ана жерде сояқ қарай алып кетті. Тұрды да, осылай пышақ ұстап фотоға түсу керексің дейді. Пышақ ұстап суретке түсу керексің дейді, иә? Шошып кетті. Айтам, ол қалай ол пышақ ұстап түссе, бізге отчет жауып алсақ болды дейді. Не істеу керек? Отчет жауу керек? Отчет жауып алсақ дейді. Айттым, сосын менің машинамда пышақ жоқ дейді. Бір жағынан қорқып тұрмын, білмеймін, не пышақ берейін тұрған, өзі елді пышақ бергісі келіп тұр ма, маған фотоға түссе. Біреуді өлтірді, саған пышақ па, білмеймін ғой. Кейін сосын мен қайта үйден пышақ алып келейін дедім. Не дейді? Тағайдым. Үй жаққа не пышақ алып баратынымды да ойда жоқ. Кеттім, үй жаққа қарай кеттім. Кетіп қалу керек болып қалды. Қашып кету керек болды. Сосын үй жаққа қарай барсам, інім бар. Інімді жүрген есіктің алдына барсақ. Бір кезде звондап тұр ғой. Осылай қайыққа жоқ болып кеттім деген сияқты видео. Жаңа патруль звондап тұр, иә? Нөмірімді де қайықтан алған білмеймін. Жаңа патруль болғанда жаңа полицей звондап тұр, иә? Атын не деді полицей? Атын Айдын деді ау деймін. Айдын, иә. Кейін? Кейін сол звондап. Кейін ары қарай уже видеода айтқандай жаңағыдай қасына досындап кел, болмаса ініңді ертіп ал, кухонный пышақпен кел дей ма? Екі пышақпен білмеймін ару дедім. Сен үште пышақты алып, кейін жолда біреуге ұсталып, тағы да бірдемеге ұрынасың ба? Жалпы оның барлығы ол пышақ ұстау деген, алып бару деген нәрсенің бәрі заңсыздық қой. Қылмыс, әрине, қылмыс. Алло. Ол күнім что там болып кетті ғой? Анау врачқа көнбей жатыр. Жарайды, бір адам өзің ақ келе берші. Өзің ақ сол келе берші. Врачқа барам көнбей жатыр. Не істі сол, мана не ғой, мен не таба алмай жатырмын. Пышақ. Мен саған жеңілдейін, науступқа бардым ғой деймін да. Соңын кестірет жарсың. Кесір темейтін науступқа барып атырық қой енді. Сөздікпен қарап атырықсың өзінде енді. Сөздікпен көрсетші. Үйде врачкадан алып шықты бетейін. Пышақты. Бәрібір? Врачкаң 18 бар ма? 22 деу. Совершеннолетний ғой? Бірге алып шықшы. Совершеннолетний ғой деймін, бірге алып шықшы. Бармайым дейді ол. Бармайым дейді. Құсын басқа бір названный врачишка достарың ешкім жоқ қой? Бәрі сосиды ғорсын. Бәрі сосиды ғой. Назар жоқ. Туған інен келіспей жатса. Туған інен бе сол? Все, бір болса бір ұлыңды алып қойшы. Или жалпы просто екі пышақтап алып қойшы.
Кухонный пышақ болса да бәрібір. Давай. Тез жүрші, уақыт кетіп жатыр просто. Давай. Кейін сен я деп құтылдың. Я деп құтылдым да тағы бастым. Ол қайтып шықты. Енді көбінше Сәл бірдеңе кесіз деді деген сомнение болса, или бір жерде естідім деген болса, мен үстіме арыздануға смело. Өзім басымен жауап беремін. дұрыс Саянкеге кетіп қалмасақ болды еді. Жоқ. Сіз Саянке кетпейсің. машинамызды әуелеп жатсақ, қоймен звондап жатыр, болмаса сен таксимен алып кетеміз, машина жіберемін деп. Машина жіберіп, ана қалып барып, анақта суретке чектеп тұр ғой, ішке, иә? Ұстау. Серьезно, жігітше айтамын, реально, шпилька айналып кетші. Таксимен болса да кетіп кететін вариант жоқ па не? Таксимен? Сюда келіп, 5 минут уақыт қой, обратно. Ол отделға апарып жатқан жоқ, осы арадан бәрі. Келіп, обратно кетесің. Алло. Что там скидывать жатырсың? Сол, брат, даже тиын жайында сөйлесіп жатыр енді, сол ала алмай жатыр енді. Қай жерде тұрсың сен? Не жақтарда? Сол гымыздан не жағында ғой, короче, түсіндірсем екен. Автовокзал деп жатыр ғой. Жоқ, автовокзал деп, сол пірбен сол жаққа қарай түсейін тұрмын ғой. Не жақ бар емес пе? Гымыздан малышек жақпен бүйтіп келесің ғой. Ладно, ол қазір канатта бір секунд. Түсінбедім, қай жерсің? Малышек жақтан өтпейсің бе? Акацияға қарай көтеріліп бара жатасың да түсесің де дальше кетесің ғой. Акацияда ма? Жоқ, акациядан төмен қарай түсіп кетесің, мысалы парк көшкеннен өтпейсің бе? Короче, WhatsApp осыда ма? WhatsApp па? Бір адамсыңдар ма, екі адам ба? Екеуміз. Неге? Жоқ, оны мен саған машина өзім ағаш берейін. Алып қойсын. Қазір тиын жағында сөйлесіп жүрейін қазір. Жоқ, такси жемей ақ қой онда. Машина бар, алып қойта берсін. Қазір айтам. WhatsApp-та месседж позвонить жібересің ба да? Осы нөмірдесің WhatsApp-та, иә? Мен жазып жібере қоямын. Жазып жіберші. Есімің кім еді? Айдын. Айдын? Сөз. Басшыларынан не сұрайсың? Жоғарыда басшылары бар. Енді онда қызметінен босату керек деп ойлаймын енді. Босатып жіберу керек енді. Анау дейтін басшылар Қатаң шара көруін сұрайсың, иә? Сол себепті алимент жиілікке жолдағым келіп отыр осыны. Осы видеоны өзінің рұқсатын беріп, сол полицейлердің заңсыз әрекеттерін басшыларына жеткізгің келіп отыр, иә? Басшыларына сөйтіп жеткізіп сұрағым келіп отыр. Болмайды. Ол жерде сен неше полицейді көрдің ол жерде тоқтатқан кезде? Бірақ нені көрдім. Бірақ полицей? Бейнежетон болды ма, камера бірдеме? Жоқ, ондай жоқ. Просто тоқтатты, иінді сұрады, болды, сенде газ бар ғой деді, кейін вариант бар ғой деді да, пышақпен суретке түсесің деді. Жалпы былай сенде газ бар жоғын білмеймін, жалпы газ болса ол отметкеде болу керек. Білесің ғой, жалпы қолданатын болса отметкеде болу керек. Бірақ ол қолданып жүрген жоқпын. Жалпы, Енді осыны жоғарыда басшыларына жолдайтын боламыз, өздері қарап, зерттеп, ішкі тәртіптермен қарап, шара көреді деген енді сенімдеміз басшыларынан.